Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 21 сабақ. Егер видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Дауыссыз П мен Б. Біз бұл тақырыптан П, Б әріптерінің жазылу емлесін білеміз. Және де сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысамыз. 9-шы жаттығу мәтінді тыңда. Қызықты сұхбат. Кешке қарай Талап аулаға доп ойнауға шықты. Әжесі қараңғы түскен соң оны іздеді. Талап жоқ. Көрші балалардан сұрады, Манаптан сұрады. Талапты көрмедің бе балам? Хайуанаттар бағында жүр, деді Манап. Қарағым-ау, хайуанаттар бағы несі? Манап нақтылай сөйледі. Қорықпа әже, Талап хайуанаттар бағында жүр. Күні бойы содан шықпайды. Әжесі сырттай бақылап қараса, Талап кішкене ақ лақпен сөйлесіп тұр екен. Ақ лақ, сен нешедесің? Сенің достарың бар ма? Мұны естіген әжесі күліп жіберді. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Бірінші, мәтін кейіпкерлерін ата. Екінші, мәтін неліктен қызықты сұхбат деп аталған. Үшінші, Талап қай жерде жүрді. Міне осылайша өздеріңіз сұрақтарды басқаша етіп өзгертіп жазуларыңызға болады. Талап ақ лаққа қандай сұрақтар қойды? Талап ақ лаққа, ақ лақ, сен нешедесің? Сенің достарың бар ма деп сұрақ қойды. Ақ лақтың айтылуы мен жазылуын салыстыр. Жазылуында ақ лақ деп жазылады, ал айтылуында ақ лақ деп айтылады. Келесі бізге берілген ережеге тоқтала кетсек. Сұхбат дегеніміз арнайы сұрақтарға біреуден жауап алу. Яғни осы ережені мұқият оқып, жаттап аламыз. Келесі 10-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына П, Б әріптерінің тиістісін қойып, сөздерді көшіріп жаз. Әдеп деген сөзде соңында П әріпі, талап деген сөзде соңында П әріпі, добы деген сөзде Б әріпі, қорап деген сөзде П әріпі, және де жібі деген сөзде Б әріпі жазылады. Осылайша дәптерге қатесіз әдемілеп жазып аламыз. Келесі бізге берілген ережеге мұқият зер салып оқиық. Сөз соңында Б естілгенімен П әрпі жазылады. Мысалы, мектеп, кітап және де қап. Келесі 11-ші жаттығу. Мақалды оқып жатқа жаз. Талабы жоқ жас ұлың, жалыны жоқ шоқпен тең. Талабы сөздерін салыстыр. Не байқадың? Талабы сөздерін салыстырсақ, мұнда талап деген сөзге жалғауы жалғанғандықтан П дыбысы Б дыбысына айналып тұр. Яғни талабы деп. Келесі шығармашылық үзіліс. 12-ші жаттығу. Бас қатырғыны шеш. Ол үшін әр қатардан қайталанған әріптерді сызып таста. Шыққан сөзбен мақал-мәтел айт. Бұл жерде бізде
ата деген сөз шығады. Енді осы ата деген сөзді қатыстырып мақал мәтелдер жаздық. Атадан мал қылғанша тал қалсын. Ата бәйтерек, бала жапырақ. Ата сөзі ақылдың көзі. Міне осылайша сіздер өздеріңіз білетін мақалдарды жазсаңыздар болады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де достарыңызбен бөлісіп, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаймыз.